Достар, бүгінгі видеода сіз жариялаған контенттің көпшілік аудиторияға жетуі үшін не істеуіңіз керек, соны қарастырамыз. Ең бірінші жолы ол сөзсіз ақылы жарнама. Егер де сіз Фейсбукте де, Инстаграмда да, мысалы Гуглдың өзінде де ақылы жарнама беретін болсаңыз, кез келген барьерден өтіп кете аласыз. Өзіңіздің таңдаған аудиторияңызға жарнамаңызды көрсете аласыз. Екінші контенттің түрі, тәсілдің түрі ол видео немесе тікелей эфирлер. Әсіресе тікелей эфирлерге Facebook те Instagram да өте жақсы қарайды. Ақпарат үшін айта кетейін, 2016 жылы Facebook өзінің тікелей эфирін әртүрлі жұлдыздарға жарнамалату мақсатында $50 миллион жұмсаған. Сондықтан да тікелей эфирге және видео контентке көңіл бөлу сіздің артықшылығыңыз болады. Үшінші жолы көптеген әрекеттесу жасау, яғни лайк жинау, коммент алу, немесе көптеген бөлісулерді жинау. Ол сіздің бизнесіңізге органикалық ақпаратты береді. Бұл өте маңызды.